қайырлы күн, құрметті жамағат. Жоғары мәртебелі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Осындай жағдайда қазақтың өзінің рухани, ерекше, кім болса да үйренетін жақсы қасиеттер бар. Көңіл айту барлық елде де бар. Бірақ дәл қазақ еліндей көңіл айтуға айрықша мән беріп, соның жөнін тауып, соны артында қалған жақындарына білдіргенде, кеткен адам қайтып келмесе де, сол әулет отбасы ерекше елдің қамқорлығын сезінеді, елдің елдігі білінеді. Бізге тарихымызда осыған байланысты талай-талай өте ғибратты оқиғалар бар. Сондықтан Нұрсұлтан Әбішұлы, сізге көңіл айтып келіп отырмыз. Болат марқұм сіздің әулетіңіздегі орны бөлек, сізге бауыр болса да, ел жұртына белгілі азамат болды. Оның атқарған жұмыстары туралы сіздің де бұқаралық ақпарат құралдарында да осы күндерде айтылған сөздерден біз онымен тікелей араласпасақ та хабардармыз. Қаншама үй салуға, қаншама мектеп, мәдениет ошақтарын салуға, қаншама адамның емделуіне көмектескен жағдайлары елге әйгілі болып жарияланып жатыр. Дұрыс. Осындайда адамның, дүниеден көшкен адамның, оның жақсылығын айтқан дұрыс. Ол оған керек емес шығар. Ол тірілерге керек. Біздің қоғамның жақсылығы менен өзінің тазалығына керек. Болат марқұм 70 жас деген қазір шынында да ол заманның өзгеруіне, бүкіл табиғат құбылыстың өзгеруіне байланысты ол әлі қайрат жасы. Сондықтан Болат Әбішұлының арты жақсы болсын дейміз, арты қырсықсыз болсын дейміз. Артында қалған бала-шағасы, жақын туған туыстары, бүгін осы дастархан басында отырған ең жақын өздеріңіздің жанашыр жақындары, туыстары, Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз бастаған аман есен болыңыздар. Жаңада менен бұрын сөйлеген азаматтар айтып жатыр. Нұрсұлтан Әбішұлы тарихта, тағдырда сізге ерекше өмір сыйлады. Сізге ерекше тағдыр сыйлады. Кез келген пенденің басына бермейтін ерекше қасиеттер сіздің бойыңыздан орын тапты. Біз тәуелсіздігімізді жариялаған күнде, осы күнде кім болса да өзінің шаңырағын сыйласа, өзінің жерін, өзінің елін сыйлаған адам барлығы да біледі. Дәл осы Нұрсұлтан Назарбаевтың сол тұста 91 жылда ел басында болғанының арқасында біз тізеден тұрдық. Біз бодандықтан бойымызды жинадық. Біз ел болып, қысқа мерзімде дүниежүзілік қоғамдастыққа мүше болдық. Қандай мемлекет болса да, қандай алпауыт болса да, тереземіз тең болып, тең дәрежеде сөйлесе алатын жағдайға келдік. Олар бізбен санасатын болды. Қысқа мерзімде тарихтың өлшемімен өлшейтін болсақ, біздің осынша
кең жатқан жеріміздің шекарасын барлық көршілерменен келістік. Ал оның тарихын, әсіресе шекараның тарихын бұл жерде айтып жататын уақыт жоқ. Оның барлығын тек заңдастыру үшін қаншама мемлекет басшысының қайраткерлігі, білімдарлығы, біліктілігі, адам мен адам сияқты сөйлесе алатын басқа мемлекеттердің басшыларын осындай проблемаға жүгіндіруге шеберлігі жететін Нұрсұлтан Назарбаевтай тұлға болғанның арқасында біз қысқа мерзімде өзіміздің шекарамызды толық қамтып алдық. Біз территориялық тұтастығымызды мәңгілікке сақтап қалдық. Ол енді болашақтың ісі, ары қарай жүргізу. Ал бірақ соған негіз, фундамент, құжат барлығы дүние жүзінде мойындалған, дүние жүзінде біріккен ұлттар ұйымында бекітілген осындай жетістіктеріміз көп. Ал енді жаңа менің алдымда сөйлеген кісілерді айтты. Бір Астана қаласының жобасы ел сақтаудың, жер сақтаудың, осы ен дала, байтақ даламыздың қазақтың жері екендігін дәлелдеген жасампаздықтың көрінісі болды. Бұрын осы Целиноград қаласында 93 жылы 260 мың халық болып, оның 7% қазақ болған болса, соңғы санақ бойынша Нұрсұлтан Әбішұлы 1.300.000 халықтың 80%-ы Қазақстанның төрт бұрышынан келген, барлық өңірлерінен, барлық облыстардан келген. Осы жерде болашақ ұрпақпен қамтылып отыр. Осында отырған барлық жігіттердің бәрі, егер Астана болмаса, осы жерге жиналар ма едік? Алматының жылы жай бауырынан ешкімде шықпас еді. Ал енді қазір Астана ешкімде көзін алартылмайтын, өзі дербес, өзі қуатты, өзі қабілетті, өзі дүниежүзілік қандай да бәсекелестікке лайықты қаланың үлгісін көрсетіп тұр. Дүниежүзінің халқы мойындап отырған осындай шаралар баршылық. Құрметті жамағат, осы жерге жиналған менің бауырларым, туыстарым, ағайындарым, тәуелсіздік жылын бірге өткізген менің тілектес әріптестерім, достарым, мемлекет қайраткерлері, осы отырған және жаңағы өз сөзіменен тілектерін білдірген азаматтарға шын жүрегімнен ризашылығымды білдіремін. Неге бауыр деп айтты десін қазақ, бірге туғанда? Өте қиын. Ең кіші бауырымнан айырылдық, еркелеп өскен, көз алдымда туған, көз алдымда өскен, көңілі жайбарақат, қолы жазық, мейірімді адам еді. Кеше жерлегенде ауылдың азаматтарының барлығы, оның барлығын тізіп, жақсылығын айтып жатты. Алдынан Алла жарылқасын, қабырғамыз қайысқан, біздің жанұяның қиыншылығын бірге көтеруге президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан бастап, көрші елдердің, арғы елдердің президенттері көңілін айтып жатыр. Өзіміздің ішіміздегі азаматтардың, солардың барлығына шын жүректен ризашылығымды мен білдіремін. Жаңа Қуаныш Сұлтанұлы біраз айтып кетті, тәуелсіздікті орнату бізге оңай болған жоқ. 92 жылы Совет үкіметі құлап қалған кезде біздің елімізде 1500 өндіріс орны тоқтап қалып, 2 миллион адам жұмыссыз қалды, магазин сөрелерінің барлығы босап қалды, жалақы берілмеді, зейнетақы берілмеді. Сондай кездерде не боламыз? Боламыз ба, ел болмаймыз ба? Деп тұрғанда, менің әріптестерім, менімен бірге буындас азаматтар, барлығы жабылып, біз сол қиындықтан шығып, елімізді аяғынан тік тұрғыздық. Дүниедегі өркендеген өскен елу елдің арасына кіргіздік. Белгілі болды Қазақстан. 1000 жылдан бері қарай армандаған ата-бабамыздың арманы осы емес па? Сол орындау біздің буынға
келіп түсті. Оның үстіне сол жылдарда көп елмен дос болдық, мемлекетті нығайттық. Ішінде мынау елдің ортасында Астананы салдық, ана жақта Түркістанды салдық, екеуі де Астана. Жаңа дұрыс айтып кетті, Астананың тек қана қала ретінде мағынасы емес, мемлекеттігіміз ретінде мағынасы зор. Сондықтан мен өз басыма Алланың берген шаруасын орындадым деп санаймын. Түгел. Орындадым деп санап, 2019 жылғы наурызда осы мешіттің іргетасын Тоқаевпен бірге біз қалай бастадық. Соны қалап біткеннен кейін ертесіне мен өз еркімменен ойланып ойналып, билікті келесі буынға бердім. Қасым-Жомарт Тоқаев қолынан келгенше барлық шаруаны істеп жатыр. Әр буынның өзінің жолы болады. Әр буынның өзгертуі болады. Олай болмаса өсе ме, өркендей ме? Келешек ұрпақ өзгертпесе өмірді, Аллаға тартпаса олай бола ма? Ондай болады. Сондықтан мен ештемеден қамықпаймын, ештемеден жалықпаймын, ешқандай сөз маған тимейді. Себебі бұл мәселе біздің ұрпақтық емес, ол тарихтың мәселесі. Тарих өзінің айтатын бәрі айтады. Сондықтан мен өте байсалды түрде оның бәріне қараймын. Мен өз шаруамды бітіріп, түгел бердім енді ұрпаққа. Енді біздің мақсатымыз елімізді ары қарай өркендету. Қиыншылық жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Дүние жүзі неше түрлі болып жатыр қазір. Ана жақта да, мына жақта да. Құдайға тауба, біздің елімізде соғыс оты ойнаған жоқ. Елімізді, тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін бір адамдай болып, елбасының жасап жатқан шаруасын қолдауымыз керек. Онсыз болмайды, онсыз мемлекет те болмайды. Сонда біз мынау жанымыздағы көршілерден экономикамызды 5 есе 10 есе көтеріп, ең алдына шығып кеттік. Неге? Біздің бірлігіміз болды. Қазақ біріккенде ылғи жеңетін, қандай соғыста да болса да. Ажырағанда жерден үйінен айырылатын. Сол есімізде болсын. Бүгінгі қайғылы жағдай болса да, мүмкіншілікті пайдаланып, осыны айтайын деп едім. Менің жаным тыныш, шаруам дұрыс, айналайын халқым. 1992 жылы Сауд Арабиясының королінің тапсырмасымен Меккеге кірдім, 2 рет кірдім. Сол Меккеде тілек тілегенде 4 бұрышына 4 намаз оқып. Барлық тілегім қанша қиыншылық көрген халқыма, қазаққа тәуелсіздік бер, соны нығайта бер, соны ұстап қалуға күш, қуат, ақыл бер деп тіледім. Сол тілегім орындалған сияқты, сондықтан Аллаға арнап осы мешітті салдырдық. Бұл ең зәулім дүниедегі мешіт қазір. Барлығы оны таныды, білді. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халқымыз жағы түспей жаманшылық көрмесін. Алдымыздағы бала-шағаларымыз аман болсын. Енді тәуелсіздігімізді нығайтып, Қазақстанымызды өркендетіп, болашақ ұрпаққа жайнаған тамаша 30 дамыған елдің арасында тұратын Қазақстанды бере көрсін. Аман есендік тілеймін барлықтарына. Қуаныш тілеймін. Және оларыңда жаманшылық болмайсын. Ылғи қуаныш болсын. Аллаху акбар. Аумин.